Мектептерде заңсыз ақша жинау, білім беру мекемелеріне бөлінген бюджет қаржысын жымқыру сынды жемқорлық бағыттағы басқа да заңсыздықтарды болдырмау мәселесі әлі де өзекті дейді мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің қызметкерлері. Осы мақсатта жемқорлық тәуекелдердің жолын кесіп, ондай заңсыздықтарға себеп болар жайларды бақылау, бұл бағыттағы күресті үдетуде әртүрлі акциялар мен заманауи ақпараттық жүйені енгізу қолға алынған. Өйткені жемқорлар әлі де болса азаматтық қоғамға тиесілі қаржыны жегідей жеуде. За 18 год 2018 жылы біздің Қарағанды облысы бойынша 81 адам жемқорлық қылмыс жасаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Бұлардың шамамен 10%-ын білім беру саласының қызметкерлері құрап отыр. Өткен жылдармен салыстырғанда жемқорлық істері тенденциясында азаю бар. Мәселен, 2017 жылмен былтырғы жылды салыстырғанда жемқорлық үшін істі болған білім қызметкерлерінің қатары кеми түскен. Дегенмен тұрғындар тарапынан шағымдар әлі де азаймаған. Білім саласында қызметкерлердің жемқорлыққа меңзейтін істерін айтып, қоғамдық қабылдау картасына да шағымдар жолданып жатыр деді Сарыарқа адалдық алаңы жобасының жетекшісі. Осы орайда бүгінгі міндет тұрмыстық жемқорлықты болдырмау үшін жемқорлық тәуекелдердің жолын кесу. Осы мәселе қарастырылған дөңгелек үстел отырысы диалог режимінде өтіп, жиналғандар өз проблемаларымен оны шешу жолдарын алға тартты. Білім беру саласындағы жемқорлықпен қарқынды күресу мақсатында балабақша, мектеп, колледж басшылармен жекелей меморандум заңдастырылды. Как руководитель государственного учреждения я несу... Мемлекеттік мекеменің басшысы ретінде маған жекелей жауапкершілік жүктеледі. Біздің ұйымда жемқорлық фактілерін болдырмауға жауаптымын. Ол үшін әрине жүйелі жұмыс жүргізіледі. Жемқорлық қаупі жайында хабарлама, ақпараттар ілінеді. Агенттік тарапынан біздің колледжбен жұмыс жүргізер арнайы инспектор бекітілген болатын. Ол әрдайым бізбен байланыста, ұсыныстарын айтады. Аталмыш меморандумда бөлінген бюджет қаражатын мақсатты жұмсау, қызметкерлерін жемқорлыққа жол бермеуі, сонымен қатар ата-аналардан заңсыз ақша жинау сынды заңсыздықтарды болдырмау қажеттігі нақты көрсетілген. Тұрмыстық жемқорлық дегеніміздің өзі күнделікті біздің өмірімізде қызметті жүзеге асыру барысында туындайтын майда құқық бұзушылықтар. Оған мысал ретінде айтатын болсақ, мектептегі алым-салымдар, емханалардағы қызметкерлердің өзіне назарын алмақ үшін берілетін сый-сияпаттар, осындай түрлі майда бұзушылықтарды айтуға болады. Осы мақсатта барлық облыстарда жобалық кеңселер ашылып жұмыс берулерін бастады. Жемқорлық тәуекелдердің жолын кесуде заманауи технологияда септігін тигізуде. Мәселен, баланы балабақша кезегіне қою, тіркеу жұмыстары айқын әрі сандық жүйеде жүзеге асырылуда. Бұл бағыттағы басқа да жаңашылдықтар бар. Дей тұрғанмен ең бастысы жемқорлық әрекеттің қылмыс екенін, оның зиянын ұғындыру маңызды. Бақыт Құлматова, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-ші арна.